Сәлеметсіздер ме балақайлар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 4-ші сабақ сөз мен әдепті баламын атты тақырыпты өтетін боламыз. Сәлем беріп күн сайын кішіпейіл болайық, рахмет айтып кешіріп, әдепті жан болайық. Мінекей балалар, осы өлең жолдарын естеріңізде сақтап алыңыздар. Және де бүгінгі тақырыбымызға байланысты мынандай өлең шумақтарын сіздерге оқып берейін. Мені үлкендер әдепті деп мақтайды, мінезімнен теріс қылық таппайды. Ал егер сен жалқау болсаң тіл азар, ондай әдет жақсылыққа жатпайды. Олай болса балалар, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Кәнекей, айта қойыңыздаршы балалар, әдепті бала қандай болу керек? Иә, әдепті бала тіл алғыш болу керек, мейірімді, яғни үлкенге ізет, кішіге құрмет көрсете білу керек, және де білімді, ақылды, тәртіпті, көмектесуге дайын, және де сыпайы болу керек екен. Мінекей балалар, сіздердің бойларыңызда осындай қасиеттер болса, демек сіздер әдепті бала болғансыздар. Әдепті сөздерге қандай сөздер жатады? Балақайлар, әдепті сөздерге сәлемдесу сөздерін алатын болсақ, мысалы, сәлеметсіз бе, сәлем, қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш деген сөздер бұлар әдепті сөздерге жатқызылады екен. Ал рахмет айту сөздері болса, рахмет, көп рахмет, алғыс айтамын деген сөздерді айтсаңыздар, бұл өте дұрыс болғаны. Ал кешірім сұрау сөздері, олар кешіріңіз, кешірім сұраймын, ғафу етіңіз, айып етпеңіз деген сөздер екен. Ал жақсы тілектерге келетін болсақ, сәттілік тілеймін, аман болыңыз, жақсы күн тілеймін, денсаулығыңыз мықты болсын деген сөздер әдепті сөздерге жатқызылады екен. Олай болса балалар, осы сөздерді естеріңізде сақтап, керек уақытында пайдаланып жүрсеңіздер өте керемет болар еді. Балалар, енді осы біздің бүгінгі сабағымызға байланысты біздің ата-бабаларымыз мынандай мақалды айтқан екен. Яғни бұл мақал әдепті бала, арлы бала деген. Балалар, олай болса мына суретке назар аударыңыздар. Бұл суретте біз Жандос және де Жарас деген екі досты алдық. Жандос әдепті бала, тіл алғыш, ұқыпты, шыншыл, қарапайым, еңбекқор және де адал бала екен. Ал Жарас болса, әрдайым өз қулығын асырып, пайдасын ойлап жүреді екен. Сонымен қатар, Жандос кездескен адамдардың бәрімен амандасады, қоштасады, әрдайым таза жүреді. Автобуста үлкендерге, жасы кішілерге орын береді. Ал Жарас болса, бәрін үнемі керісінше жасайды. Бірақ та балалар, Жарас пен Жандос жан достар екен. Енді балақайлар, кәнекей айта қойыңыздаршы, сендерге кімнің іс-әрекеті ұнайды? Жарастың орнында сіздер не істер едіңіздер? Иә, балалар, бәрімізге де Жандостың іс-әрекеті ұнайды, себебі ол өте мейірімді, жан-жағындағы адамдарға көмектесіп жүреді, және де амандасады, білгенін елдермен бөліседі, бұндай адамдар барлық адамдарға ұнайды, Ал Жарастың орнында болсам, мен Жандосқа қарап үлгі алар едім. Яғни, үлкендермен амандасып, кішілерге қамқорлық көрсетер едім. Және де Жандостың бойында қандай жақсы қасиеттер бар, соның бәрін үйреніп алар едім. Сіздерде балалар, Жандос сияқты ақылды, мейірімді және де инабатты, ибалы бала болып өсіңіздер, және де Жандостың қылықтарын өздеріңіз қайталап жүрсеңіздер өте керемет бала боласыздар. Олай болса балалар, кітабымызды ашамыз,
4-ші сабаққа қараңыздар, иә, бұл жерде қандай сурет берілген? Суретте не көріп тұрсыздар? Иә, суретте нан алып тұрған қызды көріп тұрмыз, иә. Және де бұл жерде тағы да қарт атаны көріп тұрмыз, иә. Атаның көзілдірігі түскен, ал ұл бала не істеп жатыр? Ұл бала дұрыс айтасыздар, атаға көзілдірігін алып беруге көмектесіп жатыр, иә. Бұл ұл бала әдепті ме? Қалай ойлайсыздар? Иә, дұрыс айтасыздар. Ұл бала өте әдепті бала, иә. Ол атаға көмектесейін деп көзілдірігін алып беріп жатыр. Яғни бір адамға көмек көрсету бұл әдептіліктің белгісі екен, балалар. Балалар, егер де сіздер жолда кетіп бара жатқан кезде үлкен аталардың осылай заттары түссе, сіздер де алып беруге тырысыңыздар, және де солай жасаңыздар, иә. Олай болса, ары қарай мына әріпке назар аударайық, иә. Бұл не? Бұл А деген әріп, иә. Ал бұл апа деген сөз. Кәнекей, араларыңызда әріп танымасаңыздар да бұл сөзді оқи аласыздар ма? Кәнекей, бірге оқып көрейік, иә. А. Яғни бірінші бұл бізде әріп болса, екінші бұл бізде сөз екен, иә. Сөз әріптерден құралады, иә, балалар. Олай болса, мына ережені есте сақтаңыздар. Адамдар бір-бірін тіл арқылы түсінісетін болса, сол тілдің басты құралы сөз деп аталады екен. Ал егерде сөз дегенімізге тоқталатын болсақ, сөз дегеніміз заттың түрлі құбылыстың қимыл әрекеттердің атауы. Мысалы, Мадина келші десек, бұл жерде сөз, иә. Апа берші, жайна нан ал. Бұның барлығы сөз. Сөз бірігіп сөйлемге ұласады, иә. Мінекей балалар, бізде кітабымыздың соңында мына суреттер берілген екен, иә. Бұл суреттердің енді атауларын табайық, иә. Бірінші суретте, иә, нан, одан кейін сағат, одан кейін көзілдірік берілген, иә. Бұл суреттердің барлығын біз қай жерде кездестірдік? Иә, дұрыс айтасыздар. Жаңа жоғарыда мінекей сағат бейнеленді, көзілдірік және де нан. Бұл суреттің барлығы бізге таныс суреттер, және де атауын біз білеміз. Сонымен сабағымызды ары қарай жалғастырамыз, иә. Біздің кітаптың соңын қарасаңыздар, балалар, бізде түрлі түсті карандаштарды берген екен, иә. Кәнекей, осы карандаштардың түсін бірге тауып көрейік, иә. Ең үстінде бірінші ол сары, одан кейін қызыл карандаш, көк карандаш және де жасыл карандаш берген екен, иә. Мінекей балалар, осы карандаштардың түстерін естеріңізде сақтап алыңыздар, және де бұл түстерді сіздер білесіздер деген ойдамыз. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңыздар.